Әшейін осы бір елдің кесірінен бүкіл планетаның ауасы бұзылуда. Бұл Бангладеш. Кішкентайық 6-7 жасар қыздарды да жыныстық құлшылыққа беріп жібереді. Әйелдер бала көтеріп оны туып алып көшеде лақтырып кете береді. Бұған ешқандай жаза жоқ. Адамдар үлкен дәрет, кіші дәрет, мусор барлығы араласып кеткен канализацияның ішіне кіру арқылы күніне 2-3 мың теңге тапса мәз болады. Ал біз кейде бір магазинге кіріп сушняк, пушняк алғанымызға 2-3 мың теңге жетпей қалса недовольны боламыз. Олардың ойы бойынша әйелге айналып кеткен транс еркектерді Алла қолдайды екен. Қаншама адамдар, әсіресе кішкентай балалар киім сататын үлкен компаниялардың тегін құлы болып отыр. YouTube'қа жаңа видео салдым. Әлемнің түнегі бағдарымызды жалғастырамыз. Сіздер көбіңіз именно Бангладеш жайлы сұрадыңыздар. Іздеп қарасам айтатын ужастар слишком көп екен.